Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Мен қоғам ауылды кітапханасының кітапханашысы Касенова Гүлмира Жақсылыққызы отбасы күніне орай сіздерді өзімнің отбасым, яғни Касеновтар отбасының шығармашылық және өнер әлеміндегі жетістіктерімен таныстырғым келіп отыр. Анамыз Жамал, жұбайым Нұрман, мен және екі қызым Дария мен Нұрия құраған отбасымыздың басты мақсаты бақытты ғұмыр кешу. Сондықтан да тәрбиелік отбасылық құндылықтарға көңіл бөлуге тырысамыз. Бастысы үлкенге құрмет және балалар тәрбиесі. Немерелерін өнер әлеміне жетелеген атасы мен әжесі болатын. Бар махаббаты мен сүйіспеншілігіне бөлеп, жылдар бойы аптасына бірнеше рет аудандық музыка мектебіне апарып оқытып келді. Атасы бүгінде дүниеден озды, бірақ өмірінің соңына дейін немерелерінің жағдайын жасап, бізге де ата-ана ретінде бала тәрбиесінің қыр-сырын үйретіп кетті. Қыздарымыздың үлкені Дария 6 сыныпта оқиды. Сонымен қатар музыка мектебінің фортепиано сыныбында оқып, вокалмен айналысады. Нұрия да домбыра сыныбында оқып, ол да вокалмен айналысады. Екеуі өнерін шыңдау мақсатында халықаралық, республикалық, облыстық деңгейдегі конкурстарға қатысып, бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдар иегері атанып жатыр. Сонымен қатар Радуга би тобының құрамында Дария халықаралық би чемпионаттарының бірінші, екінші дәрежелі дипломдарының иегері. Нұрия да әпкесінен үлгі алып, вокалдан алғашқы қатысқан конкурсында екінші дәрежелі диплом иегері атанды. Мен де қыздарыма өз білгенімді үйретуден жалықпаймын. Бос уақытымда тігін өнеріне баулуға тырысамын. Бірлесіп әртүрлі туындылар жасап шығарамыз. Әкесі де бақшаны гүлдендіру, жеміс-жидек егу, суару сияқты жұмыстарға араластырып, еңбекке баулиды. Дәстүрлі мерекелер біздің отбасымызда әрқашан аталып өтіледі. Әсіресе Наурыз мерекесі. Наурыз көже дайындалып, дастархан жайылады. Үйде тойланған 2020 жылдың Наурыз мерекесі. Біз Наурыз мерекесін үйде отбасымызбен бірге тойламақшымыз. Биылғы 2020 жыл ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы болғандықтан, сіздерге Абай атамыздың көзімен қарасаң орындап бергіміз келеді. Ала биен қомдап, Алатауға сыймасын, қара биен қомдап, Қаратауға сыймасын. Үйінің алды той болсын, қоран тауы қой болсын, қазанда қайнаған кілкілдеген май болсын. Айын тусын оңынан, күнін тусын солынан, мал менен басын бірге өсіп кетпесін дәулет қасынан. Сыйластық, жарастық орнаған біздің отбасымыз, кішкентай отанымыз.